Жер учаскесін алуға тұрған кезегіңіздің жылжуы туралы деректерді қадағалау үшін map.gov.kz сайтына кіру қажет. Сізге мемлекеттік жария кадастр картасы ашылады. Жер учаскесін алуға кезекте тұрғандардың тізілімі бөлімін басыңыз. Кезекке тұрған аймақты таңдаңыз. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы. Мұнда сіз кезек тәртібін, кезекте тұрғандардың аты жөнін, өтінім нөмірін және өтінімді бекіту күнін көресіз. Егер сіздің құжаттарыңыздың бәрі дұрыс болса, өтінім мәртебесінде кезекте тұр деп жазылады. Егер сіздің тегіңіз қызыл түспен боялған және өтінім мәртебесінде нақтылау қажет деп жазылған болса, жұлдызшамен белгіленген оң жақ төменгі бұрыштағы сілтемені басу қажет. Сіз e-gov.kz порталына ауысасыз. Авторизациядан өтіп, жылжымайтын мүлік, жер қатынастар бөлімдерінде жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін алуға кезекті қарау немесе кезекке тұру қызметін таңдау қажет. Бұдан әрі өтініш түрінде бұрын берілген өтінімдерді өзектендіру батырмасын таңдаңыз. Аймақ бағанында кезекке тұрған облысты, ауданды көрсетіңіз. Кезек нөмірін жазыңыз. Өзектендіру үшін өтініш беру фактісін растайтын құжатты тіркеу қажет. Бұл талон немесе өтініш көшірмесі болуы мүмкін. ЭЦК немесе бір реттік құпия сөз арқылы сұранымға қол қоямыз. Бұрын кезекке тұру бойынша берілген деректерді өзектендіру үшін e-gov порталына тікелей кіруге де болады. Мемлекеттік органнан жауап 12 жұмыс күні ішінде беріледі.